اللهم هذا المكان ليس بمكاني وهذا الشأن ليس بشأني اللهم اغفر لي ذنوبي وأنت أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, Аллах тағалам қасиетті жұма күні жұма намазына қатысайын деп мешітке басып келген қадамдарыңызға сауаптан жазсын, ниеттеріңізді қабыл алсын. Жасаған дұға тілектеріміздің жұма намазындағы, жұмадағы, жұма күніндегі жасырылған сәтке сәйкес келуін Аллах тағалам нәсіп етсін. Бүгінгі уағызымызда мұсылманның қорғаны болған дұға жасау жайлы болмақ. Аллахтың құлдары болған әрбір адамның өмірінде түрлі жағдайлар кездесіп жатады. Біреуі бай, біреуі кедей, біреуі ауру, біреуі денсаулығы бар. Әркім әртүрлі жағдайларға кез болып жатады. Әркімнің Аллах тағалаға қол жайып дұға қылары ақиқат. Аллах тағалаға қол жайып дұға қылуға әрбір адам мұқтаж. Бүкіл тіршілік иелері болған мақлуқат жаратушыға мұқтаж. Тіпті шыққан демнің қайтып кірерін де адам білмейді. Сондықтан Аллах тағалаға әр кезде әркімнің дұға қылғаны дұрыс болады. Дұға Аллах тағала мен құлдың арасындағы көпір. Астағизу билlah, Аллах тағала Құран-ы Кәрімде Бақара сүресінде وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Уджибу да'ватат да'i иза дa'ан. Менің пенделерім сендерден мен жайлы сұраса, ақиқатында мен оларға жақынмын. Маған дұға жасаса, тілек тілесе, оның дұғасына жауап беремін дейді. Басқа аятта астағизу биллах ва қала раббукум Удуауни астаджиб лакум. Раббыларың айтты, маған жалбарыңдар, дұға жасаңдар, мен сендерге жауап беремін деді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде лайса шайун акраму алаллахи та'ала минад дуаи. Аллах тағаланың құзырында Аллах тағала үшін дұғадан құрметті, дұғадан артығырақ нәрсе жоқ деді. Ал енді мұсылман адам қиналған кезінде дұғасы қабыл болу үшін кеңшілігінде, баршылығында басына бір іс түспей жатып Аллах тағалаға дұға қылса, оның қиыншылығындағы жасаған дұғасын Аллах тағала қабыл алады екен. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде кім-де-кім өзінің дұғасының қиыншылығында, ауыртпашылық басына түскенде қабыл болуын қаласа, кеңшілігінде дұға қылсын деді. Ислам діні хақ дін, Аллах тағалаға серік қоспауға шақырады. Дұғаның шарттарының бірі де дұға жасалған кезде Аллах тағалаға серік қоспау керек екен. Ал енді өмірде түрлі жағдайлар кездесіп жатады. Сол жағдайларда адамдар басына түскен қиыншылығына кейбір жағдайда көріпкелдерге барып, тәуіптерге, балшы-балгерлерге барып, солардан да көмек сұрап жатады. Аллах сақтасын. Аллах тағалаға Құранда тек қана менен сұраңдар, тек қана менен ғана жалбарыңдар, мен ғана сендерге беремін дейді. Құранда Юнус сүресінің
106 аятында Аллах Тағаладан өзге саған пайда, зиян келтіре алмайтын нәрселерге жалбарынба. Егер оны істесең, онда күдіксіз залымдардан боласың дейді. Басқа аятта, Нәмл сүресінің 62 аятында қиналғандар өзіне жалбарынғанда қабыл етіп, қиыншылықты айықтыратын және сендерді жер бетіне халифа ететін, орынбасар ететін кім бар? Аллах Тағаладан басқа тәңір бар ма? Өте аз түсінесіңдер дейді. Ал енді кейде мұсылман адам өзінің бір қалаған нәрсесінің, қол жеткізе алмай жүрген нәрсесінің тезірек орындалғанын қалайды. Ал енді бұны ойланып қарап отырсақ, кейде дұғаларымыз қабыл болуы ұзақ уақытқа, жылдарға, айларға, көптеген уақыттарға созылып жатады. Ал енді дұға жасаудың да мынадай бір тәртіптері болады. Бір адам Аллах Тағалаға қол жайып дұға жасау үшін дұғаның мынадай 4 тәртібі бар екен. Біріншісі, Аллах Тағалаға қол жайып дұға жасаған кезде Аллах Тағалаға мақтау айтылады. Кез келген имамдардың жасап жатқан дұғаларын естісеңіздер, басында Алхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин деген дұғаны айтып жатады. Оның мағынасы Алхамдулиллахи Раббил Аламин, Аллах Тағалаға мақтау болсын. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Аллах Тағаланың сәлемі болсын. Оның отбасына және оның артынан ерген сахабаларына Аллах Тағаланың сәлемі болсын деген дұғамен басталады. Міне дұғаны Аллах Тағаладан тілеген кезде ең әуелі Аллах Тағалаға мақтау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту керек екен. Бұл бірінші. Екінші, Аллах Тағаладан дұға қылған кезде Аллах Тағаланың берген нығметіне шүкіршілік білдіру керек. Ең әуелі Аллах Тағаладан иман нығметіне, өмір бергеніне, осы күнге дейін аман есен жеткізгеніне, әке-шеше нығметіне, бала-шаға нығметіне, барлық нығметтерге Аллах Тағалаға шүкірлер айтуымыз керек екен. Одан кейінгі дұғаның тәртібі үшіншісі, Аллах Тағаладан істеген күнәларымызға истиғфар тілеу, кешірім тілеу. Аллах Тағалам, біліп білмей істеген күнәларымды кешіре көр, қате-кемшіліктерімді кешіре көр. Аллах Тағалам, көрсетіп, көрсетпей, Аллах Тағалам басқалары көрген, немесе өзім іштей ғана білетін сені мен менің арамдағы жасап қойған Аллах Тағалам, күнәларыма кешіре көр деп, күнәларға кешірім тілеу. Ал одан кейін барып дұғаның төртіншісі, өзіңіздің қажеттігіңізді, өзіңіздің мұқтаждығыңызды Аллах Тағаладан сұрау. Сұрағанда әрине тек қана жақсы нәрселерді ғана Аллах Тағаладан сұрау керек екен. Қарғыс немесе біреудің атынан жаман сөз айту, біреуге жамандық тілеу мақсатында дұға жасалмайды екен. Ал енді біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан үлкендерден, ұлықтардан, салих кісілерден бата алу деген бар. Бір намаз оқитын, таза жүріп, таза тұратын, Аллах Тағаланың әмірін орындайтын адамнан, немесе бір халықтың арасындағы бір ұлық кісілерден барып дұға алып жатады. Ал енді дұғаны Аллах Тағаладан мына себептерді қосып Аллах Тағаладан дұға сұрауға болады екен. Аллах Тағаланың көркем есімдерін айтып, Аллах Тағалаға жалбарынып,
дұға жасау. Аллах тағалаға мысалы кешірім сұрайтын болсаңыз, Аллах тағаланың ғаффар, кешірімді, кешіруші есімімен, я ғаффар, кешірімді болған Аллах тағала, менің күнәларымды кешіре көр. Немесе Аллах тағаладан өзіңізге бір нәрсе сұрайтын болсаңыз, ва раззақ, рызық беруші Аллах тағала, маған халал, адал рызық несібеңді бере көр деп дұға қылу. Және бір әділдік сұрайтын болсаңыз, ва әділетті жаратушы иеміз Аллах тағала деп, Аллах тағаланың әділ есімін қосып, Аллах тағаладан дұға сұрауға болады. Ал енді одан кейін бір момын мұсылманға келіп, бауырым, мұсылман бауырым, намазхан бауырым деп өтініп, Аллах тағаладан жалбарынып, маған дұға қылшы деп мұсылман бауырыңыздан дұға сұрауға болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде мұсылманның артынан, бауырының артынан жасаған дұғасы кері қайтарылмайтын дұғалардың қатарында екендігін айтады. Ал енді одан кейін өзіңіз бір жақсы амал жасап, сол амалды ортаға салып, Аллах тағалам, сен егер менің сол амалымды қабыл алған болсаң, сен сол амалымның құрметіне Аллах тағалам осы дұғамды қабыл ете көрші деп, Аллах тағаладан осылай сұрауға болады екен. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде сендерден өткен қауымдардың арасында 3 жігіт жолаушылап келе жатып, нөсерлі жаңбырдан бір таудың үңгіріне келіп паналайды. Үңгірге кіргені сол еді, таудан бір үлкен тас домалап келіп, үңгірдің аузына түсіп, үңгірдің аузын бекітіп қойды. Әлгі үшеуі бар күшін салып, бар әрекетін жасап, тасты жылжытуға әрекет жасайды, тас орнынан қозғалмайды, сондай үлкен тас. Басқа амалдары болмағандықтан үшеуі мынадай ойға келеді. Үшеуміз де Аллах тағалаға қол жайып, өзіміздің бір ықыласпен жасалған, Аллах тағалаға қабыл алған шығар деп үміттенген бір амалдарымызды ортаға салып, Аллах тағалаға дұға қылайық та, содан кейін барып осы тасты орнынан жылжытуға әрекет жасап итерейік деді. Сонда біріншісі, ва Аллах тағалам деп қол жайып, осыдан пәлен жыл бұрын мен ата-анаммен бірге өмір сүруші едім. Сонда түннің бір уағында әкем сүт ішкісі келіп, балам сүт бар ма қарап көрші деп мені сүтке жұмсады. Үйді қарасам, үйде сүт жоқ екен. Ауылды аралап шықтым, барған жерімнің біразында сүт болмады. Сүтті алып, тауып, іздеп үйге қайтып келгенімде әкем ұйықтап қалған екен. Мен бала-шағаммен көрші бөлмеде тұрушы едім. Әкем шығып қалар деген үмітпен таңға дейін әкемді күттім, қолыма ұстаған кесемен. Үйдегі кішкентай нәрестемнің жылағанынан әкем оянып кетті де, таңға жақын есікті ашып, балам не істеп тұрсың деп сұрады. Әкем, мына сүтіңізді алып келіп едім деп едім. Таңға дейін осылай ұстап тұрдың ба деді. Сонымен әкем маған разылығын жасап дұға қылды. Сонда әлгі жігіт, Аллах тағалам, егер мен сол амалымды бір риясыз жасаған болсам, сен егер сол амалымды қабыл алған болсаң, Аллах тағалам осы тастың орнынан жылжуын нәсіп ете көр деп дұға қылды. Үшеуі жабылып барып тасты орнынан қозғалтуға қатты әрекет жасап еді. Тас орнынан азғантай жылжиды. Бірақ адам сиятындай емес. Содан екіншісі дұға қылады, Аллах тағалаға қол жайып. Мен
жас кезімде, жігіт кезімде ауылда бір сондай бір кісінің әдемі, сұлу бір қызы бар еді. Соны қатты жақсы көруші едім. Мен оның үйіне сырға салуға, құда түсуге үйдегілерді жіберіп едім. Оның әке шешесі маған қызын беруге қарсы болып, әке шешелерімді қайтарып жіберді. Қайта жібердім, олар келісімін бермеді. Арадан біраз уақыт өтіп, қыздың әке шешесінің басына бір іс түсіп, жағдайлары күрт төмендеп, кедей болып қалды. Содан мұқтаждықтан, амалдың жоғынан қызын маған жіберген екен. Пәленшеден барып 120 дирхам сұрап келші деп. Сосын әлгі қыз менен келіп 120 дирхамды сұрады. Сонда мен оған өзіммен зина жасауға, қатынасқа түсуге шақырдым. Сонда зина жасасаң ғана мен сол 120 дирхамды берем деп едім, амалдың жоғынан, қиналғандығынан келісті. Сосын мен оған жақындай бергенімде қатты еңіреп жылап жіберді. Сосын мен одан неге жылайсың деп сұрағанымда, мен Аллах тағаладан қорқамын деді. Сосын мен оған 120 дирхамды беріп, ал енді бара бер. Мен енді осы ісімді қайталамаймын деп Аллах тағаланың алдында уәде бердім. Уа Раббым, жаратушием Аллах тағала, егер менің сол істеген амалымда ешқандай рия болмаса, сен егер менің сол жасаған амалымды қабыл еткен болсаң, Аллахым, осы тастың орнынан жылжуын нәсіп ете көр, бізді осы үңгірден аман есен шығара көр деп дұға қылып, үшеуі жабылып барып тағы да тас итереді. Бірақ тас орнынан жылжиды, адам сиятындай емес. Енді үшінші жігіт Аллах тағалаға дұға қылады. Уа Аллах тағалам, осыдан бірнеше жыл бұрын менің қолымда бір кісі жұмыс істеп еді. Аяқ астынан бір шаруасы шығып, еліне кету керек болды да, еңбек ақысын ала алмай кетіп қалды. Содан оның қалған ақшасына мен мал сатып алып, бөлек қорада мен оны өсірдім, бақтым. Арадан бірнеше жыл өтіп, оның саны 10-15-ке жетті. 10 шақты жыл өткеннен кейін әлгі кісі келіп, әй пәленше, осыдан осынша жыл бұрын мен сенің үйіңде келіп қызмет етіп едім, маңдай терімді, маңдай ақымды ала алмай кетіп едім, соны алуға келдім деді. Сонда мен қорадағы 10 шақты малды көрсетіп, мына сенің ақың, сенен қалған ақшаға осыны сатып алып, міне осынша жылда саны 10 шақты болды, осының барлығын ал деп әлгі жігітке беріп, жігіт ризашылығын білдіріп, малын алып кетті. Аллах тағалам, егер менің сол жасаған амалым риясыз болса, сен қабыл алған амалдардан болса, Аллах тағалам, сен қабыл алған болсаң, осы тастың орнынан жылжуын нәсіп ете көр. Мені аман есен осы жерден, Аллах тағалам, бізді осы жерден аман есен шығара көр деп Аллах тағалаға дұға қылады. Үшеуі жабылып барып тасты орнынан итереді, тас жылжиды. Бір адам сиятындай ашылады. Сосын үшеуі де әлгі жерден құтылып шығады екен. Міне құрметті жамағат, Аллах тағаладан дұға жасаған кезде ықыласты амалдарымызды ортаға салып та Аллах тағаладан дұға жасауға болатындығын пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде осылай жеткізеді. Және
дұғасы қабыл болатындардың қатарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына нәрселерді айтады: ата-ананың жасаған перзентіне жасаған дұғасы қабыл болады екен. Және ізгі перзенттің Алланың әмірін орындап, тыйғаннан тыйылған перзенттің ата-анасының артынан жасаған дұғасының қабыл болатындығын айтады. Және мұсылман бауырына сырттай дұға жасаған адамның дұғасы қабыл болады екен. Және жолаушы адам жолаушылап келе жатып, оның жасаған дұғасы қабыл болады екен. Және әділетті басшының жасаған дұғасы қабыл болады екен. Және ораза ұстаушы адамның дұғасы қабыл болады. Және хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Саласу даъаватин мустажабатун ла шакка фихинна». Мына үш түрлі адамның Аллах тағалаға жасаған дұғасы кері қайтарылмайды деді. Даъватул мазлуми, мазлум адамның басшысынан немесе өзінен күштірек бір адамнан зұлымдық көрген адам Аллах тағалаға дұға жасайтын болса, оның дұғасы қабыл болады екен. Мазлумның дұғасынан сақтанайық, құрметті жамағат. Даъватул мусафири, сапар шегуші адамның дұғасы қабыл болады екен. Сапарда жүрген адам. Үшіншісі, даъватул валиди аля валадихи, ата-ананың өз балаларына жасаған дұғасы қабыл болады екен. Және біреуге бір дұға жаса деу үшін өзімізде де бір сондай бір әрекет, Аллах тағаланың тыйғанынан тыйылу, бұйырғанын орындауымыз керек екен. Және дұғаның қабыл болмауының себептерінің бірі, адам егер тапқан табысын харамнан табатын болса, Аллах тағаланың тыйған нәрселерінен іздейтін болса, бала шағасын сонымен бағатын болса, оның 40 күнге дейінгі дұғасы қабыл болмайтындығы хадисте айтылады. Харам жеген адамның, ішкілік ішкен адамның дұғасының 40 күнге дейін қабыл болмайтындығы айтылады. Міне сондықтан Аллах тағалам харамнан сақтануды нәсіп етсін. Егер мұсылман емес, кәпір болса да, Аллах тағалаға мазлум дұға қылатын болса, оның дұғасы қабыл болатындығы хадисте айтылады. Ал енді кейде дұға жасағанымызда ісіміздің тезірек болса екен, тезірек бітіп кетсе екен деп, барлығымыз пенде болғаннан кейін асығыстық жасап жатамыз. Бірақ дұғаларымыз көпке дейін қабыл болмай, көпке ұзап жатады. Оның мынадай себептері бар екен. Ислам ғалымдары былай деп түсіндіреді. Оның бірінші себебі, біз сұрап жатқан нәрсе шынында біз жақсы нәрсені Аллах тағаладан сұрап жатырмыз ба? Біздің ақиретімізге, дүниемізге, біздің иманымызға пайдалы нәрсе ме? Құранда Аллах тағала сендердің жақсы деп ойлағандарың жаман болуы мүмкін, сендердің жаман деп ойлағандарың ол жақсы болуы мүмкін. Аллах тағала ненің жақсы, ненің жаман екендігін Аллах тағала жақсы біледі. Хадисте Аллах тағаланың құлдарын, өзінің құлдарын ананың мейірімінен 70 есе артық мейіріммен жақсы көретіндігін айтады. Міне біздің жасап жатқан дұғамыз ол бізге хайырсыз, бізге жақсы емес нәрсе болуы мүмкін екен. Оны бір ғана Аллах тағала біледі. Екінші нәрсе, дұға осы себепті жаңағыдай қабыл болмайды екен. Екінші, дұғаның кешіктірілуінің себебі, Аллах тағала бір келе жатқан жамандықты сіздің дұғаңызды
кешіктірумен бір жамандықтан сізді қайтарады екен. Сол дұғаның орнына сіздің басыңызға келе жатқан бір пәлекетті жеңілдетіп қояды екен. Үшінші себебі, бұл дүниеде берілуге тиіс болмаған, ақиреттің еншісіне қалған, Аллах тағала ақиретте толықтырып беретін дұғалар болады екен, сауаптар болады екен, сол болуы мүмкін екен. Міне сондықтан әрбір адам Аллах тағаладан үмітін үзбей үнемі дұғада болуы иншаллах барлығымызға қажетті нәрсе. Аллах тағалам жасаған дұға тілектерімізді қабыл алсын. Енді соның ішінде тағы бір нәрсені айта кетейік. Жұма күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде жасырылған бір сәт бар. Кімде-кімнің жасаған дұғасы сол сәтке тура келетін болса, сол дұға қабыл болады деді. Міне бүгін құрметті жамағат, жұма күні бауырларымызға, ата-анамызға және елбасымызға, елімізге, еліміздің амандығын, тыныштығын тілеп дұға қылайық. Иншаллах, Аллах тағалам дұғаларымызды қабыл етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ва'фу анна, вағфир лана, вархамна. Анта маулана, фансурна алал қаумил кафирин. Бирахматика я архамар рахимин.